Позитивті ойлау дегеніміз не? Адамның оң көзқарасы мен оның өмірдегі жеткен жетістіктеріне позитивтің қандай көмегі бар? Және де позитивті ойлауды қалай дамытуға болады деген сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы позитивті ойлау дегеніміз ол айналамыздағы болып жатқан, дәл қазіргі болып жатқан оқиғаларды, немесе болашақта болатын оқиғаларды қалай бар, солай қабылдау, яғни позитивті түрде қабылдау. Және ол болып жатқан оқиғаларды, болып жатқан енді болатын болашақтағы оқиғаларды позитивті түрде қабылдау, дұрыс жағынан қабылдау. Яғни оны тек қана жаман жағына емес, яғни әр адамның өзінің басындағы тек қана жақсылық бола бермейді ғой. Қиыншылық та болады, ауыртпашылық та болады, шешілмейтін келеңсіз мәселелер де болып қалады. Осы шешілмейтін келеңсіз мәселелердің де жағымды тұстарын көре білу, жағымды тұстарын қабылдай білу. Сонымен қатар позитивті адам өмірге ешқашан өз өміріне шағым айтпайды. Және де өзгелерді де өзін де сынамайды, оларға сын айтпайды. Яғни біз өзімізді мысалға жұрттардың арасында түсіріп аламыз ғой, мен мынандай болып кеттім, мен мынандай болып кеттім дейді. Орыстарда айтады ғой, мысли вслух кетіп қалады ғой, өзіміздің сынымызды жұртқа айтып қоямыз. Сол себепті өзіміздің слабое место, әлсіз тұсымызды жұртқа көрсетпеуіміз керек, если біз позитивный адам болуымыз келсе. Және де позитивный адам басындағы өткен қиындықтардан қорқпайды. Яғни алдына келген қандай да бір сынақ түссе, басына қандай да бір қиыншылық келіп қалса, одан ешқашан қорқпайды. Оның керісінше басына түскен қиындықтардан, басына түскен сынақтардан ол сабақ алады, ол соған үйренеді. Ол өзінің басындағы қиыншылықты шешу арқылы, сол басындағы қиыншылықты жеңу арқылы, позитивный ойларымен жеңу арқылы ол қандай да бір өзінің алдына қойған мақсатқа жете алады деген сөз. Сонымен қатар позитивный адам басқалармен бірге бейтаныс ортада тез тіл табысып кетеді. Яғни ол өзінің позитивный ойы арқылы, яғни жағымды оң көзқарасы арқылы кез келген бейтаныс ортада тез тіл табыса алады. Және ол айналасына қуаныш сыйлап жүреді. Яғни күлімдеп қарсы алып жүрсеңіз, күлімдеп шығарып салып жүрсеңіз, күліп сыйласаңыз, ыржалақтап, жыртаңдап, бес конца күлу емес, адамға жылулық сыйлайтын тек қана сіздің күлкіңіз, жымиғаныңыз, айқайлап күлу емес, деп былайынша жымиып, улыбка дейміз ғой, орыс тілінде, улыбаться етсеңіз, адамға ол өте жағымды әсер етеді. Және де позитивный адамдар өздеріне тапсырылған тапсырманы, яғни өздеріне берілген жұмысты тиянақты атқарады. Себебі ол өзіне сенімді, өзінің қабілетіне сенімді. Ешқандай ауыртпашылық, ешқандай қиыншылық деп мойымай, наоборот, сол қиыншылықты, ауыртпашылықты позитивті қабылдап шешуге тырысады. Және ол сол позитивті түрде ойлап, позитивті түрде шешкен сайын, ол өзінің діттеген мақсатына, өзінің алға қойған мақсатына, жетістіктеріне оңай жете алады. Сонымен өзімізді қалай позитивті түрде орнатуға болады, яғни позитивті ойлауға қалай дағдылансақ болады. Өмірде жетістікке жетіп, дұрыс ой сананы дамыту үшін біз күнделікті өткен өмірімізге, күніге өзімізге есеп беруіміз керек. Оны қалай істейміз? Например, біз бір күніміз өтті ғой, мысалға, сол күнімізді ұйықтар алдында, төсекке жатып ұйықтар алдында бір күніңізге өзіңіз есеп беріңіз. Яғни бүгінгі күн сізге қалай өтті, несімен жағымды болды, жағымды тұстарын, яғни
бүгінгі күніңіз сізге қандай әсер қалдырды? Если бұл сұрақтарды сіз өзіңізге қоя алмасаңыз, яғни бұл сұрақтарды сіз өзіңізден таба алмасаңыз, оны яғни бүгінгі өткен күніңіздің жағымды тұстарын іздеңіз. Қай жері, бүгінгі күніңіздің қай жері сізге жағымды әсер қалдырды, соны ойлаңыз, сол жағын мойындаңыз. Яғни әрине бұндай әдетке үйрену мүмкін емес бірденнен, сол үшін біртүрлі көріну мүмкін. Сол себептен осы ойды үнемі ойлап жүріңіз. Яғни сіз бір жерге жазып, бір жерге түртіп қоймасаңыз да, ұйықтар алдын, ұйқыға жатқан кезде біз ойланамыз ғой, сол кезде бүгінгі күніміз қалай өтті. Яғни таң атқаннан бастап үйдегі таңғы ас ішіп, киініп, жуынып, шайынымыз до мелочей ойланып, өзімізге берген приятные моменты дейміз ғой, жағымды тұстар, жағымды сәттер бүгінгі күнде қалды ма, соны ойлаймыз. Яғни сіз ойлай алмасаңыз, күніңізді, күнделікті бір сарынды өтіп жатыр деп ойласаңыз, ол қалыпты нәрсе, яғни ол сіздің өзгермейді де, сізді өзгермейді деген сөз емес. Бұл бірте-бірте әдетке айналатын іс, әрекет болып табылады. Яғни бір күннің ішінде сіз өзіңізге осы сұрақтарды қоя алмасаңыз да, әйтеуір бір сізге бүгінгі күннің бір пайдасы тиді. Не болмаса сіздің балаңыз белгілі бір өзінің алға қойған мақсатына жетті. Не болмаса сіз көптен күткен бір жағымды жаңалықты естіп қалдыңыз. Осы сияқты бір бүгінгі күннің приятные моменты, жағымды сәттерін еске алыңыз. Және осылай еске алу арқылы сіз өзіңізге өзіңіз жаңадегі бүгін бір күнге өзіңізге сұрақ қоя аласыз. Менің бүгінгі күнім қалай өтті? Не болмаса бүгінгі күн маған қандай пайда әкелді деген сияқты әртүрлі сұрақтарды ойластырып табуға болады. Және позитивті ойлауды дамыту кезінде өзіміздің іс-әрекетімізге дұрыс бағалай білуіміз керек. Яғни өзіміздің іс-әрекетімізді, өзіміздің ойымызды, өзіміздің көзқарасымызды дұрыс жағынан, оң жағынан бағалауымыз қажет. Яғни бізде самооценка дұрыс болу керек. Сонымен қатар позитивті ойлауды дамыту үшін, яғни позитивті ойлауды дағдыға айналдырған кезде өзіңізге мен оны істей алмаймын, мен ештеңеге лайық емеспін, не болмаса қасыңыздағы адамға сен ештеңеге лайық емессің деген сөздерді ойлаудың өзі керек емес. Керісінше сіз лайықтысыз, сіз жетесіз, сіз аласыз. Яғни сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Адамның қолынан келмейтін іс жоқ, барлығы келеді. Тек қана оның ішіндегі адамның ойындағы ой санасы, адамның өзінің ішіндегі ішкі түйсігі, желаниесі болу керек оның орындауға. Және де егер сіз позитивті ойлауды әлі де қиын деп өзіңізді сол позитивті ойға бере алмай жатсаңыз, позитивті ойлауда дұрыс ойға келе алмай жатсаңыз, онда мынандай әрекеттер істесеңіз болады. Таңертең ерте тұрған кезде айнаға қарап өзіңізге күлімдеңіз. Яғни жай ғана жымисаңыз өзіңізге шаттық сыйлайды. Біреу көріп қояды деп ойласаңыз, бөлмеде жалғыз қалған кезде не болмаса ваннаға барып айнаға күлімдесеңіз, сізге күні бойына позитивный настроение, позитивный көңіл күй сыйлайсыз өзіңізге өзіңіз. Солай басқа жұрттарға да, айналаңыздағы жұрттарға да позитивный көңіл күй сыйлайсыз.
Яғни күлімдеу өзімізден басталады. Өзімізді сыйласақ, өзімізді құрметтесек, бірінші ең алдымен өзімізге күлімдесек, онда барлығына күлімдей аламыз деген сөз. Яғни бұл күлімдеу ол жұқпалы. Өзіңізге күлімдесеңіз, басқа біреуге де күлімдеп қарай аласыз. Яғни күлімдеу арқылы адам өзінің бойындағы бақыт гормонын өндіреді. Яғни бақыт гормонының өндірісіне көп ықпалын тигіземіз. Солай біз өзімізге өзіміз қуаныш сыйлаймыз. Қазақтар айтады ғой, өз көңіліңді көтермесең, біреу келіп сенің көңіліңді көтермейді деп жатады. Осы қарапайым кеңестерді өз өміріңізде қолдана алсаңыз, сіз көп ұзамай өзіңіздің өміріңіздегі біршама өзгерістерді байқайтын боласыз. Яғни сіздің қызығушылығыңыз оянады, өзіңізге өзіңіздің сеніміңіз оянады, өзіңізге өзіңіз басыңызға алып жүрген қиыншылықтардың барлығынан құтыласыз деген сөз.